Бұқаралық ақпарат қызметкерлеріне арналған бірегей алтын қауырсын белгісін қазақстандық кәсіпкерлері әзірлеген. Идея авторы екібастұздық журналист Игорь Тимошенко. Бақ қызметкерлері күні қарсаңында белгінің алғашқы данасы сыйға тартылды. История началась год тому назад. Оқиға осыдан бір жыл бұрын басталды. Мен қазақстандық бизнесмендердің ортасында отырып, журналистердің төл мерекесінде құрмет көрсету мақсатында қандай да бір марапат ұйымдастыру жөнінде тілге тиек еттім. Яғни бір белгі ойлап табуды айттым. Түптеп келгенде алтын қауырсын белгісін алтыннан соғып жасасақ дедім. Айтылғаннан соң сол жерде қалған шығар деп ойладым. Бірақ кәсіпкерлер бұл идеяны іске асырып, жуықтамаған журналистер күні қарсаңында сол белгінің эскизін жіберіп тұр. Осылайша алғашқы алтын қауырсын белгісін маған тағайындапты. Қауырсын суреті бейнеленген монета түріндегі төс белгі таза алтыннан жасалған, салмағы 4 грамм, және оның алғашқы иесі жерлесіміз, өңірімізге аса танымал тілші Игорь Алексеевич Тимошенко. Медиа кеңістігіндегі еңбек өтілі 47 жыл. Небәрі 7 жасында Павлодар облыстық телеарнада еңбек еткен ол, алғашқы тапқан еңбек ақысы әлі де есінде. Менің бірінші гонорарым өмір бақи есімде қалды. 16 рубль 49 тиынды құрады. Бұл 2 ауысымдағы менің тапқан нәпақам еді. Менің міндетім телеарнада телеқойылым сынды бағдарлама жүргізу болды. Әскерде қызмет еткеннен кейін Игорь Алексеевич алюминий зауытында жөндеуші болып жұмысқа орналасады. Бірақ шығармашылықтан алыстамай бұқаралық ақпарат құралдарына тартылады. Екібастұзда баспаханада жұмыс істей бастайды. Кейін Арта телеарнасына орналасады. 2003 жылдан бастап Голос Екібастұзы газетінде еңбектенді. Қазіргі уақытта Игорь Тимошенко облыстық Звезда Прииртышья газетінің тілшісі және Сәлем Екібастұз сайтының бас редакторы қызметінде.